Алматы қаласының нөмірі 1 донеріне қазақша шолу. Не үшін нөмірі 1 десеңіз, мен оған бірнеше фактор келтірейін. Бірінші, донерде ең бірінші бағаланатын нәрсе ол еттің дәмі. Ал мен бұл еттің дәміне 14-тен 14 деген баға бердім. Себебі Стамбулдағыдай донердің етін Қазақстан бойынша мен тек осы жерде ғана жедім. Дайындалу уақытына келетін болсақ, 2,5 минут дегенде бүкіл тапсырыс столдың үстінде болды. Бұл өте жоғары жылдамдық. Себебі қарапайым дүкеннен самса алсаңыз, жылытып беруге сізден 3 минут уақытыңызды алады. Қызмет көрсету жағына келетін болсақ, қызметкерлері аузыңды сүрткен салфеткаларға сұйықтық сіңбей жатып, алып кетіп жатады. Интерьері заманауи, сапалы, напрягать ететін түстер мен суреттер жоқ. Еркін отырып рахаттанасыз. Шәй сапалы түйіршіктер болды ма, әлде тегін болған соң ба, үлкен ләззат сыйлады. Иісі де керемет болды. Тағы да қоса айта кететін ерекшелігі соустардың табиғилығы мен айранның дәмі. Ал пахлаваға келсек, пахлаваға да 14-те 14 деген баға қойдым. Дәміне елтіп, Түркияға аттанып кеткендей болдым. Жақсы қарын тойдырып, шынайы демалатын жер. Бағасы күнде барып жеп тұруға тиімді болмаса да, аптасына бір немесе 2 аптада бір барып қомақты қаржыны құрбан көке қылуға тұрарлықтай жер. 2 адамға бағасы осынша шықты. Қазақша контентті қолдасаңыз және сізге осындай пайдалы әрі шынайы шолу қызық болса, мені қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Рахмет.